қаңтарда атылып жазықсыз түрмеден шыққанымызға міне 6 ай өтіп бара жатыр. 6 айға өтіп бара жатыр. 6 айдан 6 ай бері біз прокуратураға басында 2 ай уақыт бердік. Жаңағы біздің делоларымыз қарасын, тірліктеріміз қарасын қарады, ешқандай ответ болмады. Енді бір топ балалар болып барып жүрдік о жерге. Ата-аналарда қазақ халқының көп жаңағы зардап шеккен, қайтыс болған ата-аналар да келіп жүрді. Прокуратураға біз 5 ай бойы барып жүрдік, тоқтамай. Шыққаннан кейін сонымен енді қазір ешқандай тірлік жүріп жатқан жоқ, әлі күнге дейін бір нәтиже ешқандай жоқ. Шыққаннан бастап, жаңағы СИЗОдан шықтық қой, бізді жіберді. Мен өзімді 3 февральда жіберді, ақпан күні. Жібергеннен кейін, мен біраз күні кішкене өзім келіп алу үшін кішкене 1-2 аптадай күттім, не болады екен, не тірліктерім бітіп кете ме екен деген ойда болған. Шыққан күнде де ойлаған мен. Тірліктерімді жаңа 272 статья деген болды. Соны бізді СИЗОдан жібергеннен кейін жабатын шығар деп ойлаған мен мысалы. Бірақ соған қарап отырып, ешқандай тірліктерді жапқан жоқ. Бүгінгі күнге дейін әлі тергеу амалдары жүріп жатыр. Сол шыққан күннен бастап біз прокуратураға келіп жүрдік. Мен өзім арыз шағымымды жаздым прокурорларға. Одан кейін барып антикорға барып арыз шағымымды 7 бет бәрін каждый моменттерді көрсетіп тұрып жазғаным бар. Сол антикорда ешқандай бүгінгі күнде ешқандай нәрсе бітіп атқан жоқ. Тек қана мынандай нәрселерді бізді мысалға алды, 1-2 күннің ішінде подозреваемый деп жауып тастады. Ал бірақ антикорда мысалы бізді ұрған кезде жанында мен свидетельский показанияны бердім. Мысалға мына баланы Дәулет деген қасымда бала болды. Қасымда бір камерада отырған баланы көрсеттім, соны ұрды деп, соны кім ұрғанын айтып көрсеттім. Бірақ ол свидетельский показания үшін ұрған адамдарды подозреваемый деп айта алмаймыз деп сондай нәрселер айтқан болатын прокуратураның қызметкерлері. Енді уже санын ұмытып қалдым, где-то бір 25-30 заявление жаздым шыны керек. Ешқандай ответ болған емес, ешқашан бір конкретно ответ болған жоқ. Мен өзім де ұмытып қалдым, қанша жазған менде бар қағаздарым үйде. Где-то бір 25-30-дан асады ғой даже қағаздарым. Әр жазған кезде мен уақыт созылып кеткен, бізге қаншама қысым көрсетілді, солар туралы да жаздым. Бізді қанша рет ұстап кетті, сендер прокуратураға келмеңдер болды, сұрамаңдар, біз өзіміз айтамыз, ештеңке айтпайды, ешқандай толқы жоқ. Азаптауға байланысты о жақта да ешқандай әлі бір мен өз басым 12 адам опознавать еттім. Мені шақырып отыр, андай суреттер көрсетеді жаңағы. Сол суреттердің ішінен өзім опознавать еткенім 12 адам, бірақ ол суреттердің ішіне опознавать ету тоже невозможно адамдар. Бұрынғы суреттерін алып келеді. Сонда да опознавать еттім 12 адамды. Енді на днях осы 1-2 күнде жаңа неге шақырып отыр? Очный ставка жаңа Азамат Курманов пен Салимов Дамир 2 жаңа Емсоктың бастығы бізді қинаған жаңа түрмеде. Өңкей пыткада участвовать еткен, сол екеуімен шақырамыз дегенде қылған. Адвокаттың қолы тимеді, сондықтан бара алмадым. Осы 1-2 күнде шақырып қалар. Адвокаттың қолы тиіп қалса барамыз. Очный ставкасына жаңа
азаттауға байланысты бірде бір адам қамалды. бірде бір адам қамалып жатқан жоқ. келген адамдардың бәрі как свидетель өтіп жатыр. Барлық мен опознавать еткен бізді қинады. Мынау мені былай ұрды дедім, мынау мені былай қинады, мынау маған былай тиді, мынау бәрінің әрқайсысын мен не істегенімді білем. Соларды айтсаң, олардың бәрі как свидетель екен да, свидетель ретінде өтіп жатыр. 12 адамның бәрі жаңағы. Подозреваемый деген оларға бермейтін сияқты, олар арттарының сол ғой енді. Бәрі бірін жауап. Вообще олар негізі ешкімді қамауға да даже нелер жоқ. Ешқандай, шын айтсам, андай бір ынталар да жоқ. Өйткені өздерінің полицейлер өздері енді бұның бәрі түсінікті. Біз түсініп отырық, бірақ сонда да бір әділдік болса. Ешқандай айғақты бір дәлел болмаған, жаңа Тимурды жіберді, Руслан деген жігітті жіберді деп, біз көп келгеннен кейін бір екі адамды жібергені бар, иә. Бірақ біздің тірлік бойынша, менің өзім тірлігім бойынша, мен келдім, мені атып тастады. Бірақ ол жерде мен ешкімді ұрған жоқпын, мен ештеңе жаққан жоқпын, төңкеріс жасаған жоқпын. Ешқандай нәрсеге, зданияларға мен кірген жоқпын. Сол, жаңа билинг дейді, бәрін жасады, бірақ әлі күнге дейін ешқандай тірлігімізді жапқан жоқ. Бірінші маусымға дейін, бірінші июньге дейін почти аптасына 2 рет прокуратураға келетінбіз. Жаңағы Қосай Махамбаевты алып жауып тастады, несанкционированный митингте жауып тастады. Бірақ біз ол жерде ешқандай митинг деген, еш нәрсе жасаймыз деген әрекетіміз ондай болған жоқ. Жаңағы балаларға біздің жаңағы сондай бір нелі батыр, айғақ шәке жаңағы бір нәрсені айтсаң, міне саған бұрмалап өзіңе қаратай қарсы қылады. Қысым деп білем, өйткені қазір кешенің алдыңғы күні маған да звондап жатыр, прокуратурадан адамдар, бір жаңағы адвокаттар арқылы шығып жатыр, болды, ауыздарын жабыңдар, сөйлемесін, шықпасын, бәріңізді алып тастайды деген нелер кетіп жатыр. Ол мен ондайдан шыны керек ол. Айта берсін кім не десе де, мен айтсам шындығымды айтып жүрмін. Ода тұрған ол заң бұзушылық деп ойламаймын мен. Шыны керек ол. Айтқан шындықты айтқанның жаңағы айыбы жоқ, жаңағы заң бұзушылық деп ойламаймын конкретно. Ондайдан қорықпаймыз енді. Жапса жабар, понедельник, вторник тағы да шығам, қоймайым. Отырғызса отырғызады, отырған дұрыс па деп ойлап қаласың да бір жағынан өсіп жүргенше өсіп. Апарып қалмаса да қалмасын, уже шыны керек бәріне шаршадық уже. Болатын істейтіндердің бәрін істеді. Менің үстімнен қозғалған іс бойынша адвокатым Ермек Тілеукеев айтып тұр. Ешқандай, ештеңке жоқ дейді. Просто ол дело әшейін тұр болды. Не қимылдап тұрған жоқ, әйтпесе менің тарапына қаратай уголовный делом, жаңағы 272 екіншіде полный жаңағы не өтіп кетті. Следственный действиялардың бәрі бітті. Маған адвокатым айтты. Бәрін өткізіп тастаған, уже болды. Только сотты ғана өтеміз ақылжан. Бәрі бітіп қойған. Ешқандай ештеңке жоқ. Өз жерде бір нәрсе болса маған айтатын еді адвокат. Ештеңке жоқ дейді, сенде ол жағынан қорықпай қойсаң болады. Но ол қорықпаған емес, қорықпайсың да ғой. Өз жерде мен білем, өйткені мен ештеңке істеген жоқпын. Мен митингта да бір андай даже қатысуда да бір ойым болған емес. Осы митингтан кейін шығып шындығымды айтып жүргенім, өйткені сояқта болған әділетсіздіктердің бәрін көрдім өз көзіммен. Көзіміздің алдында қалай террорист қылды. 5 минутта террорист қылып тастайды да адамды олар. Бірақ мен 6 ай тірлігімізді қарамайды да, бірақ 5 минуттың ішінде террорист қалады, оны білеміз ол. Сот болу үшін конкретно дәлел керек. Оны сотқа жіберу үшін, следовательдің өзі сотқа жіберу үшін аймақта бір дәлел болу керек.
ондай нәрселерсіз олар сотқа жібере алмайды. Өйткені соттың өзі қайтарып жіберуі мүмкін. Бірақ енді егер де бізді өздері мынандай цель қойып қойса, бізді отырғызамыз десе. Қосай Махамбаевты қалай қамаққа алды, бізді де солай қамаққа алып тастап, жауып тастауы мүмкін. Мен әділ шешім қабылдайды деп ойламаймын.